Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен лечо немесе баклажан икра салатын жасау жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге көкөністер керек болады. Барлығын жуып, тазартып, дайындап алғаннан кейін оларды ұсақтап турайтын боламын. Қаншалықты мөлшерде керек екенін описаниеге жазып қалдырамын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Қыста өте пайдалы тағам. Мінекей барлығын турап дайындап алдым. Тек қана сәбізді үккіштен өткіздім. Бірақ сіз қалауыңызша майдалап турасаңыз да болады. Уақытты үнемдеу үшін үккіштен өткізгенмін. Чеснок пен сарымсақты мясорубкадан өткізетін боламын. Қазанымызға сұйық майды құйып 500 грамм шамасында жақсылап қыздырамыз. Қызып тұрған майға пиязды салып қуырамыз. Араластырып тұрамыз. Қызарғанға дейін қуырып, одан кейін оған болгарский перецті салып, тағы да қуыратын боламыз. Асты жабысып қалмас үшін қайта-қайта араластырып тұрыңыздар. 5-7 минуттай қуырылады болгарский перецтен кейін. Көлемі кішірейеді. Мінекей. Енді осы болгарский перецтің үстіне баклажанымызды саламыз. Баклажан салғаннан кейін де 10-15 минуттай қуыру керек болады. Тағы да асты жабысып қалмас үшін қайта-қайта араластырып тұрасыздар. Мұны көріп тұрғандарыңыздай қуырылып болды. Көлемі кішірейді, соктары шыға бастады. Енді сәбіз салсаңыздар болады. Сәбіз салғаннан кейін де дәл солай араластырып тұрамыз. Помидорды осылай ұсақ бөліктерге бөліп алып, қазанға саламыз. Және 15-20 минуттай қайнататын боламыз. Араластыруды ұмытпаңыздар. Помидор өте көп сок береді. Қатты қайнатса, отты азайтып, бір 20 минуттай қайнатқандарыңыз дұрыс болады. Енді мясорубкадан өткен сарымсақ пен қызыл бұрышымызды қосамыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар. 3-4 қасықтай тұз керек болады. Және барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Отты азайтып қойсаңыздар болады. Өзі қайнай береді. Міне осылай сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалған осылай банкаға жауып қойып қойдым қысқа дайындап. Сіздермен бірге болған Меруерт. Каналыма тіркеліп ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.